Кезіп жүріп Алатаудың жыңғылын, жылағам жоқ жырын айттым жындының, шарасыздан шашылды да шындығым, тастың кемес тасқа барып сүңгідім, желтоқсанның жел үскіріп жатқанда, жан тайғанып жанардайдың қатқанда, торғай жанын түсірдім деп қақпанға, топас құмыр тірлігіңе шаттанба, арақ ішіп, аралды ішіп, арды ішіп, алмастырдық жезөкшеден жарық шөп, қалабасқа шаламастар аңдысып, қарағашта қатып жаттық қандышып, арал болып арнамызға құймадық, шашылдық та есімізді жимадық, жарты ғасыр қырған үшін Ресейге жарылыстың жарақтарын сыйладық, жемқор елге желқайықтай шайқаған, сау басыңды байлап бердің қайтадан, жан жағыңнан оқ жыландар ысқырып, бір қасірет құлағыңа айта дән, мықтыларға мекен қылып отбасын, тіл мен дінін қайбір мәңгүрт жоқтасын, таусылғанша қызыл итке жем болып, жетім елім жабар емес қақпасын, астанамыз келімсекке асқана, жаурап жүріп пана салдық басқаға, жан сырласың жетім бұрыш тұрғанда, қазағымның нетең екен баспана, ұқтыра алмай тіршіліктің мұратын, қалың елге ұялапты мына түн, жазығым не ұлан қайыр даламай, кеңдігіңе симай кетсе бірақын, таразыға түсіргенше қалқыңды, қара базар бағалайды нарқыңды, арыңды да жарыңды да саудалап, жетім үйге тірегендің қартыңды, талай нәубет қанымызды төккізіп, бағымыздың қанша гүлін кеттізіп, бәрінен де аман қалған қазақпыз, сұмажалға арыстарын өткізіп, қазанында жоспарды қайнап келген қазақпыз, жөн айтқанды жау санап, жайғап келген қазақпыз, алақандай атаққа абыройын саудалап, арыстардың қанымен тойлап келген қазақпыз, азатпыз деп сан ғасыр сайрап келген қазақпыз, Москваға өз басын байлап берген қазақпыз, зәбір шегіп өзгеден өзімізге өзіміз тісімізді аямай қайрап келген қазақпыз, жомартпыз деп өлгенше жырлап келген қазақпыз, өз байлығын өзге елге ұрлап берген қазақпыз, күлгендерге мазақпыз, күлмегенге ғажаппыз, досын емес дұшпанын тыңдап келген қазақпыз, бір бағытта басы бір құралмаған қазақпыз, ұлы заман жаса деп ұрандаған қазақпыз, құрбан болған аштықта әр уақыттан ұялмай табынбаса Мәскеуге тұра алмаған қазақпыз, желкесіне келімсек мініп алған қазақпыз, қасиеттен жұрдай боп күні қалған қазақпыз, Құран ұстап қолына арақпенен аңдамай бірге жұтып аралын күліп алған қазақпыз, зәрін ішіп мәңгүрттің залымдықты жаңғырттық, балалы боп некесіз қарттарымды қаңғырттық, жарылыста жан алып жарға соқты басыңды, желтоқсанның сызындай санадағы салғырттық, ұмыт болған аштығың, ұмыт болған ақтабан, арысымды таптаған, таптап алып жоқтаған, жүрегіңе бойласын менің мынау тағдырым, өзімді өзім танымай қазақпын деп мақтанам деп 90 жыл жаздық. Негізінде бүгінгі біздің бәріміздің жиналғанымыздың мақсаты бұл желтоқсан көтерілісінің шындығына жету. Солай ғой. 22 жыл өтті, ағайындар, мырзалар, ханымдар, бекештер. Бірақ осы соңғы көтерілістер, ұлт-азаттық көтерілістердің 175 көтерілісінің соңғыларының, одан кейін жаңа жөн көтерілісі болды 89 жылы. Міне қазір Ақтаудан да азамат келіп отырмыз жерде. Шындығы әлі бізге жетпей жатыр. Міне көріп отырсыздар, қай жылы сүрілген. Осыдан бері, осы нені көрінісі? Осының бәрі біздің ұлттық қазақ мемлекеті әлі де орнамаған көрінісі. Жоғары жақтан Назарбаев жаңағы 20 жылдығына дайындалуымыз керек дейді тәуелсіздіктің. Негізінде тәуелсіздік бар ма деген сұрақ қояйықшы өзімізге, ағайын. Менің пікірім былай. Бізде тәуелсіздік 15 жыл жоғалған. 93 жылы 28 қаңтардағы конституция жойылғаннан кейін қазақ ұлты, қазақ мемлекеттілігі, қазақ ұлтының өзін өзі басқару деген сөздері бар конституция жойылды. Сол күннен бастап 94 жылы жоғары кеңес жойылғаннан кейін ол бірінші мемлекеттік төңкеріс болды. 95 жылы конституциялық төңкеріспен Назарбаев ұлттық мемлекетті жойды. Қазір бізде тәуелсіздік жоқ. Біз тек мына Қазақстан тұрған бұл қоғамның тәуелсіздігі ғана бар. Оның ішінде де ол да күмәнді. Негізінде біздің қазір билік қана тәуелсіз, Назарбаев бастаған. Міне ағайындар, бізде енді батырлар бар, чемпиондар бар. Бірақ мына шындыққа тура қарау керек. Жаңағы Бауыржан атамыз айтты ғой. Өтіріктің балын жалағанша шындықты уныш деген. Қазақ батыр, ұлы халықтың өкіліміз.
Өйткені осы қазіргі кезде біз мынау Ресейге кеткен, Қытайға кеткен, Өзбекстанға кеткен жерлерімізді есептемей, біріккен ұлттар ұйымындағы бүгінгі территориясына кіріп отырғанның өзінде әлемдегі 200-дей мемлекеттің ішінде 9-шы орын алады екен. Бұндай жерді алып қалу тек қана ұлы халық, данышпан халық, батыр халықтың ғана қалуы мүмкін. Осыны қандай істеп отыр? Бүгінгі күні тәуелсіз жеке мемлекет дейміз, бірақ ұлттың, қазақ ұлтының мүддесі қорғалып отырған жоқ. Бізді мазаққа айналдырып отыр. Сол мынау Наурызбай Батыр көшесі мен Қарасай Батыр көшесінде НКВД үйлеген бар. Соның ауласында ішкі түрме болған кезінде. Бұл 34 жылы үлкен саяси репрессияға арналып соғылған ғимараттар болады. Соны 2000 жыл Назарбаевтың бекіткен жобасы бойынша Қазақстандағы саяси репрессияның тарихына арналған мұражай кешені болу керек деп бекіткен жобасы. Соған қарамай, соны жекеменшікке сатып жіберіп отыр. Бұл деген ұлтқа ғана емес, ондаған мың аруаққа жасалынып отырған қиянат. Қазақта сөз бар. Құдай ұрған оңалар, аруақ ұрған оңалмас дейді. Өйткені Құдай кешіре біледі, аруақтар азаланса кешірмейді. Сондықтан ондай қиянатқа барып отырған, ұлттың намысына қарсы осындай азап, зұлымдыққа барып отырғандарды Құдай өзі жөн табатын шығар деп ойлаймын.